Аллаға сансыз мақтаулар, мадақтар болсын. Сіздер мен біздерді мына жаратылыстың ішінде ең абзал етіп. Жаратылыстар көп, қимылдамайтын, өспейтін, өнбейтін тау тастарды бар. Олар да бірақ Алланы зікір етеді. Олардан жоғары бір жаратылыс бар. Көкөністер дән түседі, тағы өседі. Бірақ олар да ерікті түрде оңды солды қимылдай алмайды, ақыл жүгірте алмайды. Одан жоғары бір жаратылыс бар, жануарларды алып қараңыздар. Еркін қозғалады, ұрпақ сүйеді, төлдейді. Бірақ сізбен біз секілді ақыл иесі емес. Кітап жазып пайымдай алмайды. Біздерді Аллах Тағала сондай бір жаратылыс қылды. Қарасаңыз, бүкіл жаратылыстардан жоғары қалды барлығынан. Енді біз өзімізден жоғары жаратылыс деп санайтын періштелер бар. Бірақ олардың өзін біздің қызметімізге салып қойды Аллах Тағала. Әу баста жаратқан кезде бас игізіп құрмет қылдыртып қойды бізге. Сондай бір Аллах Тағаланың жаратылыстарының ішіндегі ең көрікті, көркемді, әдем. Басқа қараңыздаршы, мысалы, жар птицаны аламыз, әдемі дейміз, сұлу дейміз, жақындап қарасаңыз мұрны келіспей қалған, беті түк басып кеткен әйтеуір. Адам секілді көркем, сұлу жоқ. Ахсани тақуим, Аллах Тағала сондай жараттық дейді. Келбетіңізге қараңызшы. Барлығын орнына қойып қойған Құдай Тағала. Көзіңіз жел тұрып жатыр ма, кірпік, терлеп атыспа қас, жас сүрмейді. Асқазан бауырымыздың температурасымен тәніміздікі бір емес. Көздікі 9 болса, дененікі қанша? 37 болып кетсе не болады? 40 температурада қалай боламыз? Аллах Тағала бір-бірін өзгертіп жіберіп жатқан жоқ. Әділдікпен барлығын орын-орнымен қойып қойды. Шайнап жатқан тамағың аузынан түсіп кетіп жатқан жоқ. Ерін қойып қойды әдемі қылып. Бірақ сол пенде егер өзім болдымға салынып кететін болса, Аллах Тағала әсфәлә сәфилинге де түсіре алады сол пендесін. Жаңағы айтылып кеткен жаратылыстың барлығынан да төмен болса екен, топырақ болып кетсе екен дейді адам қиметтен күні. Жануарлар бір-бірінің хаққысын алып берген екен, топыраққа айналдырып жібереді ғой. Я лайтани кунту тураба. Топырақ болып кеткенімде ғой менде. Менде солар секілді қараңызшы. Өзінен мына дүниеде төмен санап жүрген жаратылыстан сол секілді босам ғой деп армандап қалады екен егер пенде мына дүниеде өзінің мақсатымен жүрмесе. Алла субханаху ва тағала сізбен бізді не үшін жаратты? Сол жаратқандағы мақсатпен жүрмейтін болса, өкініште өкініш болады. Әттеген-ай болады екен. Солардың бірі жаңа Ризабек ұстазымыз айтып кетті шында да. Мына дүниеге істеп жатқан қателіктеріміз. Ертең қиметті күні қатты өкінеді адам баласы оған. Оған дүниеде де бізге Аллах Тағала бір не береді? Ескертулер беріп қояды ара-арасында. Жаңа таңертең қонамай жатырмыз. Шымкент қаласының үстінде жүрміз, қоналмай. Сол уақытта телефон ұстады, қасымыздағы бір кісі сөйлесіп жатыр. Мен қоналмай қайтып ұшып кеттім Алматыға дейді. Ауа райы қолайсыз. Жаңағыға өкініп отырмыз. Қайтып кетті я деп. Бірақ егер сол жерден дұрыс қоналмай біз өліп кеткенімізді бізге өкінетін еді олар. Қайта салу керек еді ғой деп. Солай ғой. Біз жаңағы қайтар жүрмесінші қонып алайық деп жатырмыз. Бір кезде самолет қисая бастаған кезде жұртқа айтып жүрген уағызымыз қалып кетеді бір жерде. Не болды? Осылай кете береміз бе? Сонда өйстіп құлай береміз бе? Өліп кете береміз бе деп. Бір мына дүниеге бір тұтқа болып тұратындай. Сен болмасаң бір жұмыс бітпейтіндей. Енді істеп келатқан бала-шағаң әйтеуір тіршілігіңнің қызығын көрмей кете береміз ба не деп бір лахза, бір сәтке өтеді, өтпейді емес. Өтеді ол нәрсе. Болды да, сонда өз-өзіңе сұрақ қоясың. Сен сонда қолыңмен мына дүниені әдемі қылып істеп алып, осы жерде тұра бергің кеп тұр ма? Ар жаққа барғың кеп тұрған жоқ па? Не үшін өлім сәтінен адам көбісі қашады? Тақуалар ғана, шынайы Алланың құлдары ғана Рафиқул А'ланы таңдаймын, мен дайыммын, мені сәждеде алшы деп тілейді. Бірақ басым көпшілігіміздің басымызға. Кеше ғана пандемияда болдық қой, бәріміз ауырып тұрдық қой, барлығымыз хабарласқан кезде жылап жіберейін деп өліп кете берем ба, өйстіп деп жылап жаттық қой қаншамыз.
Мен қатты қиналдым, оныкі ерунда болды, менікі жаман болды деп сол кезде негізі Құдайдан басқаға шағымданбауымыз керек қой. Бірақ соншалықты әлсіз пендеміз, біреу жағдайымыз сұраса шағымданып шыға келеміз. Сонда кімге шағымданып жатырмыз? Біздің басымызға осы жағдайды бергенді кімге шағымдап жатырмыз? Сен секілді бір әлсіз пендеге айтып жатырмыз. Құдай тағала маған осындай сап қойды. Оның қолынан не келеді? Кімді жамандап жатырмыз? Жалпақ тілмен айтатын болсақ, саған қаншама нығметтер берген, жаратылыстың ішіне ең абзалы қылып қойған, бірақ саған бір қиыншылық берді. Ол да болса не үшін? Сені жақындату үшін өзіне. Сен былай кетіп бара жатсың. Бәрі жақсы сенде. Ақшаң бар, әйел бала шағың бар, түгел. Қарауға уақыт жоқ. Алға, адамдардың мақтағанымен, әйтеуір сауапты ісің бар, мейлі. Мен осы жерде отырған 5 уақыт намазда жүрген кісілерді мен деп айтып тұрмын. Не істейміз? Мақтанышпен кете береміз. Алла субханаху ва тағала сені өзіне самал жақындатқысы келеді. Себебі саған рия араласып кетті, суму араласып кетті саған. Ісіңнің барлығын адамдар көрсін, мақтасын, бағаласын, десін деген нәрселер араласып кетіп жатыр. Алла тағала сәл тартады сені. Саған шамалы қиындық береді. Бер қара. Бұрыл сәл былайырақ. Ал сен бір кезде анаған жүгіресің, көке, жәке, ешкім көмектесе алмай жатыр. Әйтеуір бір сынақ, денсаулығыңмен, абыройыңмен, бір нәрсемен, дүниеңмен, малыңмен біреу тартып алып қойды, егін болмай қалып жатыр. Сынаққа түсіп жатсың, Құдай тағала сені шақырып жатыр өзіне қарай, бер қара, қайт. Сол кезде барып басыңды тасқа да тауға да ұрасың, болмағаннан кейін қайтасың. Өкініп жатсың, түсініп жатсың өзіңнің қателігіңді. Бір кезде айтасың, Алла, оған шығар енді. Оған шығар дейсің, жоқ. Сен қанша жылдар бойы кетіп қалған ең менен жыраққа. Ұнап жатыр, Аллаға ұнап жатыр сенің мәмілең. Себебі сені жақсы көреді. Жаратылыстың ішінде ең жақсы көретін сенсің. Бүкіл жаратылысты сен үшін жаратып қойған керек болатын болса. Жердің төселгені, таудың қазық болып қағылғаны, жоғарға көтеріліп жатқан буымыз пар. Оның қайтып бұлт болуы, оған жел жібереді Аллах Тағала, керек жеріне әкеледі, жаудырады. Оның барлығы кім үшін? Сіз бен біз үшін. Жердің астына шығып жатқан, қазыналанау судың астына жатқан, ракушканың үстінде жатқан құнды дүниелерге дейін сіз бен біз үшін. 4 килограмм алтынды сиырдың мойнына іліп қойшы, оған жүк болады, басқа ештеңе болмайды оған. Түк пайдасы жоқ оған. Сіз бен біз үшін оның барлығы. Соның барлығын беріп жатыр. Біз басқа жаққа кетіп жатырмыз. Я юхал инсан. Құран кәрімде екі жерде инсан деп келеді, нәс деп келеді көп жерде. Я юхал инсан. Ей адам баласы. Жеке-жеке айтып жатыр. Берік бол, серік, қайрат, думан, оралхан. Жеке-жеке ұстап алып Аллах Тағала, ей Нұрлыбек деп атқандай. Ей дос бол. Жеке сізге айтып жатыр Аллах Тағала. Я юхал инсан. Мұсылман кәпір бөліп жармайды. Ма ғаррака би раббикал карим. Жомарт болған Алладан сені не алыстатып жатыр? Қайда кетіп барасың сен? Кімнің есігін қағып жатсың барып? Тұрмын ғой мен мына жақта. Қайда кетіп бара жатсың? Шақырып жатыр жеке-жеке. Ал келдің енді, тәубаң басталды, кешірім сұрап жатсың, истихфар етіп жатсың, Аллаға ұнап жатыр. Ана сынақты тағы да созады екен ары қарай. Бір күн басыма сондай сынақ келді. Қатты қиналдым. Перзентпен қиналу деген нәрсе қиын енді. Кішігірім, бірақ мен үшін бір ауыр тиді сол кезде. Бейсенбі күні кешке дәріске дайындалып, кітапты ашып оқып отырсам, тура осы хадиске келдім. Алла субханаху ва тағала пендесіне сынақты береді. Ол Аллахан жайып, Алладан сұраған сайын Аллаға ұнай береді, соза береді ана сынақты дейді. Иламата дейсің ғой, қашанға дейін? Болған шығар, Алла. Болғанша жақындап болған шығарым, берші мына шешімін. Күннен күнге қыздың қолы кетіп бара жатыр, болып. Аллахан жауып қалды, күйіп қалған. Өзіміздің қателігімізден Хасан Басри айтады, мен қандай бір басыма қателікке жол беріп қойсам, балдарымнан көретін едім соны дейді. Балдарымнан қайтатын еді маған дейді. Өзіміздің қателіктеріміз. Болмайды емес, болып жатыр.